Фильм ауруханада басталады. Онда дәрігерлер жаңа туған нәрестені құтқаруға тырысады. Баланың анасы Диана дұға етіп, палатада дәрігерден хабар күтеді. Өйткені баласы мерзімінен бұрын дүниеге келген. Көп ұзамай ол басқа бөлмеге көшеді. Ол қызымен бірінші рет кездеседі және терезе әйнегінен кішкентай денені көріп, эмоцияға батады. Оны құшағына алғысы келіп, дәрігерден бәрі жақсы бола ма деп сұрайды. Бірақ жауап ала алмайды. Содан кейін көрініс 18 жыл бұрынғыға ауыстырылады. Хлоя зиялы әйел болып өсті, бірақ ол арифмия, астма, қант диабетімен және сал ауруымен шалдығады. Ол қозғалу үшін оған мүгедек арбасы қажет. Ол таңертеңгілік рәсімі көп ұзамай сал ауруына шалдыққан аяқтарын уқалауды, содан соң мүгедек арбасына отыруды, тамағын тазартуды қамтиды. Бөртпеге тынышталдыратын крем жағып көптеген дәрі-дәрмектерді қабылдайды. Оның үйіндегі барлық нәрсе оның үйді айналып өтуге жеңілдетілген, өзгертілген. Таңғы ас ішіп болғасын физиотерапияның уақыты келді. Содан кейін Диана оған күнде қорытындылайды. Өйткені Хлойдың оқуына мән береді. Хлой күн тәртібін мұқият қадағалайды. Оның жалғыз қызықты уақыты пошташы поштамен келгенде. Хлой әртүрлі колледждерге құжат тапсырды. Олардың ешқайсысынан жауап алған жоқ. Ол көптен күткен сонша уақыт күнделікті ісімен айналысып жатқанда, ол пошташының келгенін естиді, ал Хлой сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ анасы әрқашан одан бір қадам алда тұрады. Хлой техниканы жақсы біледі және әрқашан бірдеңе жасайды, немесе тұрмыстық техниканы жөндейді. Бірақ ол кептеліп қалғанда және қандай қателік жібергенін түсіне алмағанда, ол мәселенің шешімін интернеттен табу үшін телефон болғанын қалайды. Осы тақырыпқа келгенде әрқашан күледі. Хлойдың компьютерге кіру мүмкіндігі бар, бірақ Диана оны үнемі қадағалап отырады. Хлойға қайырлы түн тілеп, Диана жертөлеге бір бөтелке шарап пен біраз уақыт өткізеді. Ол жерде Хлойдың бала кездегі үйдегі бейнелерін көріп, Хлойдың ақымақтығына күледі. Бірақ күлімсіреу кенет жоғалып, жүзінде мұңды көрініс пайда болады. Бір күні Диана азық-түлік дүкенінен жаңа ғана келген еді. Ол азық-түлікті түсіре бастағанда, оған дәрігері қоңырау шалып үйден шығып кетеді. Хлой дәл осы мүмкіндікті іздеп, сөмкенің ішінен шоколадты алып орнына қойғалы жатқанда, Диананың аты жазылған жасыл бөтелкедегі дәріні байқайды. Оны тез арада орнына қойып, кеңсесіне қайтады. Түнде Диана Хлойға дәрі-дәрмектерін беруге келеді және дәрігер медициналық компаниялардың бірі жабылғанын хабарлау үшін шақырғанын айтады. Бұл оның орнына рецепт жазуына себеп болды. Хлояның дәрі-дәрмектерінің бірі өзгергенін айтады. Ол дәрілерді береді. Хлоя бұл Диана есімімен бұрын көргенін жасыл таблеткалар екенін байқайды және ол шоколад іздеп жүргенде оның атын көргенін. Оған Диана бірден жауап бермейді. Ал Хлоя талап еткенде Диана оның қателескенін айтады. Оның аты рецептте емес, түбіртекте көрсетілген. Хлой бірдеңеден күдіктене бастайды. Шындықты білмейінше тыныштала алмайды. Сондықтан келесі күні Диана жұмыста болғанда, Хлоя өзінің өнертабыстарының бірін пайдаланып, қолына таблетка контейнерін алып үлгереді. Ол жуынатын бөлмеден шыққан сәтте көліктің кіреберіске кіріп бара жатқанын естиді. Ол төменге түсіп, пошта көлігінің кетіп бара жатқанын көреді және поштаны алу үшін сыртқа шыққалы тұрған кезде Дианаға соқтығысып қалады. Жаңа ғана келгенін, көлігінің есігі әлі ашық және Хлой үлгермей тұрып, ол поштаны алуға асыққандай әсер қалдырды. Хлой мұны біртүрлі деп ойлайды. Түнде ұйықтағанда қаптамадағы жапсырманы алып тастап, рецепттегі Диананың атын көреді. Ол анасынан күдіктене бастайды. Сол күні кешке Диана оған дәрі бергенде Хлой бар деп кейіп танытып, ол кеткенде аузынан шығарады. Сол түні Хлоя өзі жүргізіп жатқан жаңа дәрі-дәрмекті интернеттен іздеуді ұйғарады. Хлоя мұны білмейді. Диана Wi-Fi желісін өшіріп тастағанын.
Хлой келесі күні бұл дәріні білуге бел буды. Сондықтан Диана бақшасын суарумен айналысып жатқанда дәріханаға қоңырау шалды. Бірақ көп ұзамай жұмысын тоқтатады. Өйткені фармацевт Диананың телефон номерін білетін сияқты. Ол қызмет көрсету агенттігіне хабарласуға тырысады. Бірақ телефон қоңырауына ақы алынатынын айтқанда Хлоя телефонды қояды. Ол ақырында кездейсоқ номерге қоңырау шалуға шешеді. Серіктесімен дауласып жатқан адамға хабарласады. Ер адам бастапқыда бұл спам қоңырау деп ойлайды. Бірақ Хлой оның назарын өзіне аудара алады. Оның тапқырлығын пайдаланып, оны Google-ден есірткі іздеуге мәжбүр етеді. Мен әлі бақшада жүрген Дианаға назар аударамын. Бұл адам ем таба алады. Бірақ ол таблеткалардың қызыл екенін айтқанда, Хлой анасының оны алдап жатқанын түсіне алмайды. Ол өзіне берілген жаңа таблеткаларды білуді жоспарлап отыр. Сондықтан Диананы киноға баруға көндіреді. Киноға барар алдында Хлоя шошқа банкіндегі сақтаған жартылай жеген дәрілерін жұтып қоюды шешеді. Кино театрда Хлой зейінін әрең жинақтап және көп ұзамай жуынатын бөлмеге кіру үшін кешірім сұрайды. Бірақ оның орнына кино театрдан шығып жақын маңдағы дәріханаға барады. Ол сызықты кесіп өтіп фармацевттен дәрі-дәрмек сұрайды. Оның Диананың атына жазылғанын айтады. Фармацевт құлықсыз келіседі, өйткені бұл құпия ақпарат. Бірақ Хлоя оны анасымен қоқыс аулап жүргеніне сендіргенде фармацевт көмектесуге келіседі. Және бұл дәрі Диана өткен күні сатып алған итіне арналғанын айтады. Бұл жарақаттан туындаған аяқтардағы ыңғайсыздықты азайту үшін қолданылатын иттерге арналған бұлшық ет оксаны. Сұрақтарға жауап ретінде фармацевт оған адам ішкенде аяқтың ұюына әкелуі мүмкін екенін айтады. Ой, жаңа ғана естігеніне сене алмай дүрбелең бастайды. Оның үстіне Диана шарасыздықтан дәріханаға іздеп келіп, көзіне жас салып, адамдарға оларға орын беруін өтініп, Хлойға тыныштандыратын дәрі енгізеді. Хлой оянып өз бөлмесінде қамалып қалды. Сондықтан анасын шақырады. Бірақ ол үйде жоқ сияқты. Бұл жерден кетуге бел буып, дәнекерлеу машинасына ұзартқыш сым тағайындап, шатырға шықпас бұрын аузына су құйып жатыр. Ол төмен қарап құлап қалса, сүйекті оңай сындыратынын түсінеді. Ақырындап ақсап тұрған төменгі денесін жоғарғы дене күшін пайдаланып сүйреп бастайды. Ол Диананың терезесіне жеткенде оған тесік жасау үшін дәнекерлеу машинасын пайдаланады. Тесік жасалғаннан кейін ол тесікке су түкіріп, әйнектегі жарықтарды күшейтіп, бірнеше секунд ішінде сындырып тастайды. Ол жақтаудан өтіп бара жатқанда денесін кесіп алмау үшін терезенің қалған бөліктерін жабу үшін өзімен бірге алып жүрген көрпені пайдаланады. Көп ұзамай ауырсынудан ысқыра бастайды. Ол астма ұстамасы бастайды. Бірақ оның бөлмесіне жетіп, беті көгермей тұрып, ингаляторды алып үлгереді. Ақыры демалған соң мүгедектер арбасына отырып, мүгедектер арбасын көтеруге тырысады. Бірақ Диана Хлой қашып құтылатын кез келген құрылғының немесе машинаның барлық сымдарын кесіп тастады. Мүгедектер арбасын баспалдақтан итеріп жібереді. Лифт сынып қалды. Хлоя баспалдақтан сүрініп түсіп кетті. Баспалдақпен ақырында басынан алған жарақаты салдарынан қан ағып жатыр. Тырналған қолдарына қарағанға дейін көп ұзамай үміт сәулесін көреді. Өйткені оның оң аяғында сезімталдығы бар және ауырсынуына қарамастан алға жылжуға жеткілікті. Ол мүгедектер арбасына отырып үйден шығуға асығады. Жолда өзін танитын пошташыны көреді. Диананың істегенін айтады. Бірақ сәті түскенде Диана үйге келе жатыр. Хлойдың поштамен сөйлесіп жатқанын көреді. Диана шынымен қызына алаңдайды. Пошташыға Хлойдың дәрігері психологиялық дәрі-дәрмектерді өзгерткенін айтады. Соған қарамастан Хлойды Дианамен бірге жіберуге бас тартады. Ал Диана олардың соңынан ауруханаға баруды қалайды. Хлой бәрі жақсы болады деп ойлаған кезде Диана пошташыға Хлойдың көзінше тыныштандыратын дәріні енгізеді. Диана үйге келгенде Хлойдың мүгедектер арбасын шынжырмен байлап алған. Бөлмелердің бірінен
Хлой өзі өтініш берген, бірақ ешқашан алмаған университетке қабылдау хаттарын тауып алады. Өйткені Диана бұларды жасырған. Хлоя Диананың аты жазылған қорапты байқайды, бірақ мүгедектер арбасы шынжырмен байланғандықтан ол өзі жетуге тырысады. Ол қорапты ашқанда оның бүкіл өмірі төңкеріліп кетеді. Қорапта оның кішкентай кезіндегі суреттері бар, оның жүре алатынын көрсетеді. Сондай-ақ Диананың сәбиінің туылғаннан кейін 2 сағаттан кейін шетінеп кеткен куәлігін көріп, Диана қызының қайтыс болғанын көтере алмай, сол күні туылған басқа біреудің баласын алып кетуге шешім қабылдады. Хлоя газет қиындысынан ұрланған бала мен ұрлаушының кім екені белгісіз қалған биологиялық ата-анасының суретін тауып алады. Ол осының бәрін біріктіріп, бүкіл өмірі өтірік болғанын түсінеді. Осы кезде Диана бөлмеге кіріп, Хлойдың қасындағы ашық фото қорапты көреді. Хлой оған қарсы тұрады, бірақ Диана табанды болып, оның істегені өзінен артық ешкім жақсы көрмейтінін айтады. Хлой Диананы уландырды деп айыптаған кезде Диана бірден Хлойдың аузын алақанымен жауып, жаман даусымен түзетеді. Ол оны қорғады деп кенеттен Диананың мінез-құлқы өзгеріп, таблеткаларды қоқыс жәшігіне лақтырып, жаңадан бастауды ұсынады. Хлой жауап қайтармай, оның ниетіне күмән келтіргенде ашуланады. Диана бірден химиялық затты алып, ішіндегісін Хлой үшін сақтаған сорпаға құйып жібереді. Хлой оған тоқтатуын өтінеді. Диана шприцке нейротоксинді бағыттап, оны дүниедегі барлық нәрсені ұмыттыру үшін тереді. Бірақ оны істей алмай тұрып, Хлой шкафқа қамалып, органофосфаның препаратын бөтелкесін тауып алады. Диана шкафтың құлыпын ашу үшін кілттерді пайдаланады, ал ашқаннан кейін Хлоя улану үшін ішіп алады. Диана айқайлап жылайды. Хлой ұзамай есінен танып қалады. Келесі көрініс ауруханаға апарады. Оны дәрігерлер оның жүйесінен токсинді сорып алады және оның жағдайы жақсарады. Дәрігерлер Хлой өзін өзі өлтірмек болған үшін психологиялық тексеруден өту керек екенін және болашақта бұндай жағдайдың алдын алу үшін қажет екенін хабарлайды. Хлой көп ұзамай есін жиды, бірақ ол инкубацияға байланысты ол сөйлей алмайды. Ол Диананы қайтадан бірдеңе істей алады деп қорқып, уақыты жоқ екенін түсініп, сондықтан олар жалғыз қалғанда жекеге белгі беруге тырысады. Жазу үшін қалам сұрайды, бірақ ол жазуды аяқталмай тұрып, медбике жедел жәрдемге шақыртылады. Диана оксиметрин суырып алды. Онымен бірге тыныс алатын түтікшені де шығарады. Аурухана қызметкері жедел жәрдемге көңіл бөліп жатқанда, Диана Хлояны ауруханадан байқатпай алып кетеді. Медбике бөлмесіне қайтып келгенде, ол Хлояның жоқ екенін, оның төсегінде анасының жазған жазбаны көреді. Бірден дұрыс емесін сезіп, аурухананың қауіпсіздігіне ескертеді. Диана дауыс зорайтқыштан дабыл естіп, экскаваторға жақындағанда мылтығын алып шығады. Бірақ ол жұмыс істемейді. Ол пандус іздеп жүр. Көп ұзамай оны тауып алады. Бірақ Хлояны мінгізуге тырысқанда, мүгедектер арбасы кептеліп қалғандай сезінеді. Ол Хлояның аяғын жерге тіреп, мүгедектік арбасын айналып жатқанын көреді. Ол түсірмегенде иығына оқ тиіп, құлап бара жатып, тепе-теңдігін жоғалтады. Хлоя ес-түссіз жатқан анасына қарап, оның қорқынышты арманының аяқталғанын көріп, жеңілдеп қалды. Содан кейін біз Хлойдың өмірі жақсы жаққа өзгерген кезде 7 жылдан кейін қайта ораламыз. Хлояның аяғында күші бар, таяқпен сүйеніп жүре алады. Ол қазір үйленген, Ини есімді қызы бар. Ол атасы мен әжесін қатты жақсы көреді. Ол биологиялық анасымен қауышқанын көрсетеді. Хлой балаларға жақсы өмір сүру үшін протездер жасайды және кішкентай отбасындағы жұмысына риза. Ол қазірге дейін түзету мекемесінде Дианаға анда-санда барады. Әлі күнге дейін анасы сияқты жүгінеді. Бірақ кететін кезде ол бір кезде ұрлап алып кеткен Дианаға жасырын түрде берген дәріні аузынан шығарып, Хлой кек алу үшін жағдайды бақылайды. Осы фильмге қысқаша шолу жасалады.